Так, бәріңізге ассаламу алейкум. Бізде так, бүгін кешегі роликтегі айтқандай, бүгін сіздерге спидометрді қалай жалғау керек механикалық коробкаде, сол жайында бір-екі ақпарат бере кететін боламын. Так, ол үшін біздер машинаның алдын көтереміз. Әйтпесе үстің жағынан датчик спидометрге бару мүмкін емес. Сондықтан біз астынан барамыз датчик спидометрге. Так, датчик спидометр бізде орналасқан жері міне мына тұрған датчик. Міне мына үш аяқты датчик. Қазір бұның біз сіздерге распиновкасын және қай провод қайда жалғанатынын бәрін айтып түсіндіріп көрсете кететін боламыз. Так, датчик спидометрден мынандай үш түрлі провод шығады. Біреуі розовый, біреуі қоңыр, біреуі сұр. Так, бізде розовый провод замок зажиганиеге через бестік передохранитель арқылы жалғанады. Бестен үлкені оған көпті кетеді. Так, енді бізде мына жерде қоңыр. Қоңыр бізде кез келген корпусқа жалғанады. Бұл бізде массы. Так, енді осы жерден біз Так, бізде келесі кезекте бізде замок зажиганиенің распиновкасын білген дұрыс болады. Бізде қоңыр провод бізде через передохранитель аккумулятордан келіп тұрған провод. Мына ортадағы көк қара полоскасымен провод, бұл бортовой компьютерге замок зажигание ашылған кезде баратын плюс. Ал мына үлкен жуан қызыл провод, бұл бізде стартер болып. Так, біз спидометр жөнінде бәрін аяқтадық, бәрі жасап тұр, бәрі көрсетіп тұр. Бізге, яғни айтқанда, бізде компьютер екіге бөлінеді. Біреуі ABS арқылы спидометрді көрсетеді, біреуі коробкадегі датчик арқылы көрсетеді. Так, спидометрдің жұмыс жасауы үшін бізде істелген жұмыстар мынау механикалық алдыңғы өзінің касса проводынан біздер F2 деген контактыны шығарып алған болатынбыз. Ол контактыны апарып ана кассаға дополнительно бір штук провод қылып жалғадық. Осы жерінде жетінші контакт бізде автомат коробканың кассасында бос болады. Ал жаңағы компьютерден айта кететін болсақ, ең соңғы жағы 90 мен біткен ABS пен жасайды, ал ең соңғы жағы 22 деген санмен біткен механикалық коробкадегі үш аяқты датчик арқылы жұмыс жасайды. Осыған мән беріп кеткеніңіз өте дұрыс болады, абзал. Так, манадан бері сіздерге айтып отырғанымыз компьютерлеріміз міне мынау. Міне мына жоғарғы жағындағы 90 деген санмен біткені ABS датчик арқылы спидометр көрсетеді. Ал мына астың жағындағы 22 дегенмен біткені бұл коробкадегі үш аяқты датчик арқылы көрсетеді. Так, роликті басынан бастап қарағандарыңызға бәріне рахмет. Кімге егер ұнап жатса, пайдалы болып жатырса, лайк басыңыздар, және каналымызға подписка жасап кетіңіздер. Келесі кездескенше, көріскенше, қош аман сау болыңыздар.